Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Payg'ambar Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem bir sözünde bulay deydi. İza atosa fa hamidallaha fashammithu. Bir musulmon tushkirib Allohga madaq aytganda oған sog'liq tile. Sog'liq tileu барлық қайыр берекені Аллаға тиісті түрде құлшылық қылуға бекем болу үшін дене мүшенің саулығын тілеу деген сөз. Бір адам түшкіріп, альхамдулилля деп айтса, оған ярхамукалла, Алла сені мейіріміне бөлесін деп жауап қайтарылады. Ғұламалардың көпшілігі бұған парыз кифая деп үкім беруде. Яғни, егер бір адам түшкіретін болса, бұны естіген бірнеше адамның ішінен біреуі ғана оған жауап берсе, саулық тілесе, сол жеткілікті екен. Алла елшісі, алейхи салату вассалам, бірілерін түшкіріп, Алланы мақтаса, оны естіген әрбір мұсылман оған ярхамукалла деп айтуға міндетті, деді. Хадисті келтірген имам Бухари. Демек, түшкіргеннен кейін, альхамдулилля деп Аллаға мақтау айту ұнамды іс болғанымен, оған саулық тілеп жауап беру міндет амал. Әйгілі имам Абу Дауд кемеде кетіп жатып, жағалаудағы бір кісінің түшкіргенін естиді. Дереу бір дирхамға қайық жалдайды да, түшкірген кісіге жетіп алып, саулық тілейді. Кейін кемеге оралып, істеген бұл ісі жайында сұралғанда, ол дұға тілеге қайтарылмайтын, ауызы баталы пенде болу мүмкін деп жауап береді. Түн батып, кемедегілер ұйқыға кеткенде, расында Абу Дауд Алла тағаладан жұмақты бір дирхамға сатып алды деген дауыс шығады екен. Деректі келтірген Ибн Абдел-Бар. Сонымен не айтылады? Түшкірген кісі альхамдулилля, барлық мақтау Аллаға тән, немесе альхамдулиллахи аля кулли хал, қай жағдай болмасын, барлық мақтау Аллаға тән дейді. Бұны естіген адам ярхамукалла, Алла сені мейіріміне бөлесін дегенде, түшкірген кісі яхдикумуллаху ва юслиху балакум, Алла сізді тура жолдан айырмасын, әрі ісіңізді түзетсін. Немесе яхфируллаху лана ва лакум, Алла біз бен сізді кешірсін деп айтады. Осы екі жауаптың бірін, я болмаса екеуін де қосып айтуға болады. Вальхамдулиллахи раббил аламин.